Жүректің қанмен қамтамасыз етілуі. Жалпы жүректің қанмен қамтамасыз етілуін айтқан кезде біз де білеміз, екі қан тарату жүйесі бар. Ол артерия арқылы оттекке қаныққан қанды және вена арқылы цоекке қаныққан қанды жүрекке алып келу. Негізі айтқан кезде, артерияларды айтқан кезде, ол жүректің шығып мүшеге қарай бағыттап айтамыз. Ал веналарды айтқан кезде, оларды керісінше жүрекке қарай бағыттап айтамыз. Енді бастайық. Ең бірінші жүректің артерияларын тоқтайық. Яғни жүректің артериялары жүректен шығып, немесе жүректің қолқадан шығып бастайтын жерінен ә, жүрекке қалай тармақталатыны туралы айтатын боламыз. Ең бірінші, негізі жүректің қанмен қамтамасыз етілуі екі артериямен қамтамасыз етіледі. Артерия коронария синистра және артерия коронария декстра. Бұл жүректің негізгі қанмен қамтамасыз етілу жолдары. Енді ең бірінші артерия коронария декстра тоқтайық. Артерия коронария декстрада, синистрада мынау қолқаның бастапқы бөлігінен бастау алады өздері. Енді артерия коронария декстраның өзіне тоқтайтын болсақ, қолқаның оң қойнауынан бастау алады да, оң қарыншаның артериялық конусы болады. Осы артериялық конусының ізімен төмен қарай бағытта жүреді. И осы жерде ол тәждік жүлгеге қарай барады. Мынау оң құлақшаның астында бізде тәждік жүлге жатты, өткен сабақта өткендей. Осы тәждік жүлгенің бойымен барады. Өзінің бастапқы бөлігінде ол оң құлақшамен негізінен жабылады үстінен. И кейін оң құлақшамен жабылғаннан кейін жүректің оң жиегіне қарай тармақтар беретін болады. Мынау жүректің оң жағы, соған қарай тармақтар бере бастайды. Кейін қолқа, құлақша және артериялық конус қабырғаларына кішкене бірнеше тармақтар береді. Өз жолында міне кішкентай тармақшалар беріп отыр. Осы жерде негізінен ол төмен қарай бағыт алады да, жүректің келесі төменгі бөлігіне, яғни көгеттік бөлігіне қарай, яғни көгеттік бетіне қарай, фацис диафрагматикусқа қарай бағыт алады. Фацис диафрагматикусқа қарай бағытталғаннан кейін өз жолында ол тоже тармақтар беріп өтеді. Міне жүректің артқы бөлігіне қарай өтеді. Сөйтіп жүректің артқы бөлігіне қарай өткеннен кейін артқы қарынша аралық жүлгеге қарай бағылады да, осы артқы қарынша аралық жүлгеге қарай соның ізімен түсетін болып табылады. Біз артқы қарынша аралық жүлгені өттік өткенде, сулкус интервентрикулярис антериор постериор. Осы именно сулкус интервентрикулярис постериордың бойымен жүреді. Сулкус интервентрикулярис постериорға келгеннен кейін ол рамус интервентрикулярис постериор дейтін тармақты береді. Толық айтатын болсақ, артерия коронария декстра, рамус интервентрикулярис постериор дейтін тармақты береді. Тармақ қарынша аралық қалқаның артқы бөлігін және оң және сол қарыншаны, оң және сол қарыншаны қанмен қамтамасыз ететін болып саналынады. Келесі бұл бізде артерия коронария декстра осымен аяқталады. Келесі артерия коронария синистра. Ол мына жерде. Тоже ол қолқадан бастау алады, қолқаның төмендеген бөлігінен бастау алады. Және де бұл оң тармаққа қарағанда ілі болып келеді. Ол қолқаның сол қойнауында деңгейінен басталып, өкпе сабауының түбірінің артқы жағында жатады. Сол жерден бастапқы бөлігі бастау алады. Өкпе сабауы мынау жататын болса, осының артқы жағында міне тармақ бастау алады, артерия коронария синистра. И осы тәждік жүлгенің сол бөлігіне қарай бағыт алып, міне жүректің сол жағына қарай бағыт алады да, осы жерде екі бөлікке бөледі. Олар рамус интервентрикулярис антериор дейтін тармақ және жүректі айналма бағытта орайтын рамус циркумфлексус артерия коронария синистра болып табылады. Енді рамус интервентрикулярис антериор артерия коронария синистра қай жаққа қарай бағыт алады екен? Олар алдымен негізінен мынау рамус циркумфлексус емес, рамус интервентрикулярис антериор, мынау артерия коронария синистраның негізгі жалғасы болып табылады. Ол алдыңғы қарынша аралық жүлгемен төмен қарай жүректің ұшына қарай бағытталады. Сөйтіп жүректің ұшын қоршайды да, артқы қарынша аралық жүлгенің соңғы бөліміне қарай жетеді. Бірақ бағанағы атап өткендей, мына жерде бұл алдыңғы қарынша аралық жүлгеде жатыр.
көріп тұрсыздар. Бірақ артқы жағына бізде жүректің оң жағынан шығатын жаңа тармақ бар артқы қараншалық жілге. Бірақ соған жетпейді. Міне, жетпей жүректің ұшында, яғни жүректің бойымен жүректің бұлшықеттерінің арасына кіріп кететін болады. Жүректің ұшын және көбінесе сол қарынша жақты қанмен қамтамасыз етеді. Одан кейін келесі тармақ рамус циркумфлексус деп аталынады. Рамус циркумфлексус артерия коронария синистра деп аталынады. Артерия коронария синистраның келесі тармағы енді ол жүректің осы негізінен сол құлақшадан шығады да жүректің сол жиегіндегі тәждік жүлгемен бағытталып, одан кейін сол қарыншаның алдыңғы және артқы қабырғасын қанмен қамтамасыз ететін ірі тармақтар бар. Яғни ол осы жерде мынау жүректің мынау құлақшасын орай өтеді да жүректің артқы бетіне немесе жүректің көгетік бетіне қарай өтеді. Ол негізінен осы артерия коронария синистраның жалғасы мына беттен көрсек болады. Яғни рамус циркумфлексус ол төмен қарай бағыт алады, бірақ жүректің ұшына жетпейтін болып табылады. Жүректің ұшына қарай толық жетпейді, осы жерде жүректің мускулатурасына немесе жүректің қабығына кіріп кетеді. Енді тоқталайық, артерия коронария декстра мен синистра қай жерді қанмен қамтамасыз етеді екен. Артерия коронария декстра, яғни жүректің оң жақ артериясы, мынау тұр, атайтып тұрғандай, немесе ол мына суретте мынау артерия коронария декстра. Оң тәждік артерияны өкпе сабауы, қол қаны, өкпе сабауы, қол қаны, сонымен қатар оң қарыншаның қабырғаларын, төменгі жақ мысалы мына жақта оң қарыншаның қабырғаларын қанмен қамтамасыз етеді. Және көбінесе бұл сол қарыншаның артқы қабырғасын, сол қарынша болатын болса, осының артқы қабырғасын қанмен қамтамасыз етеді. Керісінше сол жақ тәждік артерия ол да өкпе сабауы сәйкесінше оң жақ не сияқты, оң жақ тармағы сияқты өкпе сабауына, қол қаны, сонымен қатар оң және сол жүрекшелер қабырғасын оң кешіріңіздер сол және оң жақ өкпе жүрек қабырғаларын қанмен қамтамасыз етеді де әрі қарай жүректің ұшына қарай бағытталады. Осы жерде ол сол қарыншаның алдыңғы қабырғасын, міне алдыңғы қабырғасын негізінен қанмен қамтамасыз етуші болып саналады.